Сәлем достар, Nano Game ойынына шолу. Мұнда бізде бұл ойын 600 карточкадан тұрады. Ішінде бізде ашқан кезде осындай мына 25 карточка, бұл карточка әр ойында қолданылады. Жалпы ойын 2 командалық және 3 командалық. Мұнда жасыл түс болмаса, бұл карта 2 командалық. 2 топқа бөліп ойнаған кезде осы картаны қолданылады. Әр ойында тек бір карта қолданылады. Ал 3 команда ойнаған кезде міне жасыл түсі бар карталар ол 3 командалық ойында қолданылады. Бұл да әр ойында бір картасы ғана қолданылады. Картаны былай қарат қолдануға болады, былай қарат бір вариант, былай яғни бір картаны 4 вариантпен қолдануға болады. Қалаған өзіміз қалауымызша. Одан кейін бізде информатика 5-11 сыныптың арасында жалпы IT технологияға қатысты сөздер және сол сөздерге қатысты суреттермен бірге карталар бар. 600 штук карта осы сөздермен бірге берген. Кодтар да бар ішінде. Қиын ойланатын кодтар емес, барлығы оңай, жеңіл, базовый кодтар. Python, HTML, CSS мектеп курсындағы барлық терминдер, кодтар базовый түрде бар. Және бұл ойында мектеп мұғалімдері сыныпта сабақ өткен кезде осыны қолданып, керек сөздерін таңдап, бір ойында тек 25 осы ішінде 25 карточка ғана қолданылады. Керекті өзі тақырыпқа қатысты немесе өтілген тақырыптың ішінде қажет сөздерді таңдап, 25 карточканы бір ойында 25 карточка қолданылады. 25 карточканы тақтаға іліп қоюға болады, немесе партаның үстіне қойып ойнаса болады. Енді адам оқушы саны немесе адам саны көп болатын жағдайда тақтаға ілген ыңғайлы барлығынан көріну үшін. Сондықтан бізде мұндай 27 штук магнит бар. Біз оның 25-ін қолданамыз, екеуі запас. Және бұл маркерный тақтаға, яғни осындай маркерный тақтаға қолданғанда, маркерный тақта темір болғандықтан біз тікелей магнитті жабыстырып 25 картаны тақтаға ілетін боламыз. Ал егер біздің тақтамыз ағаштан жасалған жағдайда, кейбір мектептерде бізде ағаштан жасалады тақталар. Оған магнит жабыспайды, сондықтан біз алдымен біз оған мына затты қолданамыз. Қазір оны ішін ашып көрсетем. Мынаны ашып, тақтаға скотчпен екі жерін ұстатамыз да, ішінде магниткалар бар. Сол магниткеге карточкаларды қойып, сосын барып мына магнитпен оларды ұстататын боламыз. Ішін қазір соңынан ашып көрсетем. Және де бізде коробканың ішінде мынандай подставка бар. Біз мына картаны қарапайым зат, пластилинмен мындай прищепка қыстырғыш бар. Осы қыстырғышпен бір картаны қыстырып тастаймыз да, астын пластилинге орнатып, былай тікесінен тұрғызып қоямыз бір картаны. Бұл картаны жалпы капитандар қолданады. Ойынның шартын қазір екінші видеода түсіндірем. Енді осы жерден барлығын ашып болғаннан кейін, қазір біз жаңағы бізде пакеттегі ашқанда іші осылай орналасады. Мұнда бізде 25 магнит жабысып тұр мұнда. Біз картамыз ағаш тақта болған жағдайда мектепте магнит жабыспаса, біз бірінші осыны тақтаға ілеміз, үстіне 2 скотч жабыстыра саламыз. Екі жағына тақтаға ілеміз. Ұзынынан орналасу керек. Ұзынынан орналастырамыз. Себебі біздің карточкалар осылай есептелінген. Мына карточкаларды біз осы жерге біреуін аламыз да, 25 карточканы қалаған өзімізге тақырыпқа қатысты или өзіміз таңдаған сөздерге 25 карточканы алып, осы жерлерге жабыстырып ұстатып қоямыз магнитпен. Мысалы, мен алдым, print, Python тілі бойынша, мына жерге қоямын да, магнитті алып, бірінші әрине тақтаға іліп аламыз скотчпен, сосын іліп тұрған жағдайда біз карталарды осы магнитпен ұстатып қоя береміз. Үстіне қарай қойып, сонда сөз көрініп тұрады. Осылай 25 карточканың барлығын қойып шығамыз да, тақтаға ілі тұрған күйде ойынды ойнайтын боламыз.
Мындан ілгеннен кейін осылай тақтада ілініп тұрады бүкіл 25 карточка. Бірінші мына пакеттің өзімен бірге іліп аламыз скотчтап. Мына монеткалар бірге осы пакет, осы монеткаға жабысқан күйде сіздерге жеткізіледі. Және де міне бізде коробканың ішінде осы және монет болады. Және мынау астындағы қоятын картаны ұстап тұратын. Міне пришепке қыстырамыз қыстырғышқа и астына пластигінді орнатып, осы капитандар қарап отыруға ыңғайлы болу үшін.